Түркістан облысы әкімдігінің қолдауымен Қазақстан триатлон федерациясының ұйымдастыруымен 2 күнге созылған спорттық жарыс өтті. Спортшылардың төзімділігін шыңдайтын спорт түрінде 51 кәсіби спортшы мен 120-дан астам әуесқой триатлоншылар қатысып, үздіктерді анықтады. Триатлон бұл 3 циклдық спорт түрінен, яғни жүзу, велоспорт және жүгіруден тұратын мультигонкаға негізделген жас спорт түрі. Аталған спорттан жарысқа қатысушылар президент саябағындағы жасанды көлде жүзуден бастап, Бекзат Саттарханов даңғылымен велосипедпен жүріп өтті. Ары қарай Олимпик центр спорт кешеніне деген жеткен велошабандоздар қосымша жаяу жүгіруден жарысты. Атап өтейік, триатлонның спринт түрінде 750 метр жүзу, 20 шақырымға веложарыс және 5 шақырым жүгіру нормасын орындау арқылы мықтылар мәре сызығын кесіп өтетін болады. Дегенмен асқан төзімділікті талап ететін спорт түрінде ұлдар арасында Алматы қаласынан келген триатлоншылар алғашқы үштікті өзара бөлісті. Ануар Трубаев топ жарып мәре сызығын бірінші болып кесе, екінші орынға Егор Крупяков. Александр Тен қола жүлдені еншіледі. Тас жолының бойы өте қызықты. Өзімізді шетелде жүргендей сезіндік. Су қоймасы да керемет. Су таза, жылы, жақсы жүздік. Өте керемет. Қыздар арасында триатлон жарысында тартысқа толы болды. Бұл бәсекеде елордалық Екатерина Шаблина жеңімпаз атанды. Өзінің талантымен таң қалдырған, Алматы қаласының намысын қорғаған Юлия Озерова күміс жүлдегер. Ал қостанайлық дарынды спортшы Дарья Багыкова қола алқаны місе тұтты. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді Түркістан облысы әкімінің орынбасары, облыс спортының басшысы Қанат Жолдықараев және еліміздің триатлон федерациясының өкілдері марапаттап, оларға құрмет көрсетті. Қазір Қазақстанда бұл спорт қарқынды дамып жатқанын еліміздің триатлон спорты федерациясының спорт жөніндегі директоры Сергей Майер айта өтті. Біз Қазақстанның әрбір өңірінде осындай жарыстарды өткізуге тырысамыз. Биыл елімізде триатлон Азия чемпионатының жалауы көтерілетін болады. Индира Есентай, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.